Assalamu alaikum dostlar, туғандар. Бүгінгі чарылышта сіздерге бір жақсы лайфхак менен бөлішіп қойыны тура көрдік, туғандар. Қышында, же болса төл малында білесіздер. Егерде бұл білгендер деле болушу мүмкүн, билбегендер үшін да, туғандар. Төл малында баяқындай қороңыздар чыла болып кетіп атқан болса, мынандай малда білесіздер, мынантип қойдың қорғолдары құрғап, мынантип жақындай чачылып атқан мал болады. Ошо малда мынандай қылып тұрып, қаптап тұрып, үйге алып барып бір жерге жиып қойсаңыздар, қышында ошол чыла болгондо төгүп чачып, тагын құруктап, қойларыңыздарды, козуларыңыздарды сууктан жана зак чыладан сактайсыздар, туғандар. Бұл да болса бір жақшы нәрсе. Егер видео пайдалы болған болса, сіздерге лайктан басыңыздар. Мынантип құрук нәрсені қаптап, құрук жерге жақшына қылып жиып қойсаңыздар, мынандай болып пайдасы тиет. Аз біздің жерден бір 40-50 қаптай қаптадық. Жақшына қылып боолап, азыр апарып жиып қоябыз. Ертең төл малында, алды чыла болған малда шулардан чачып құрғақтайыз, туғандар. Азыр бұл таладағы жайытта ушундай корголдор толуп кетет. Ушундай, туғандар. Видео пайдалы болгон болсо лайктан басыңыздар. Дагы ушундай чарылыштарды сиздерге бөлүшүп турабыз.